Ассалаумағалейкум қазақ елі, армысыздар. Бүгін август, тамыз айының 5-ші жұлдызы. Бір түнде өзіміз сағат 1-лерде келдік. Мынау бір аптада үйде болмай едік. Шымкентте жүріп огурциларымыз жабайланып кеткен екен. Соның бәрін отап артықтарын кесіп бір реттеп болдық. Әжептәуір өсіп қапты. Негізі үйде болмасаң, бір 2-3 күн болмасаң, көзге кәдімгідей көрініп қалады екен, өскені білініп. Мына жерде жаңа огурцы салып бастап жатыр екен. Керемет, Аллахтың керемет ойыны болды. Мінекей. Сосын ана жақта бір қызылшаларымызды әжептәуір өсіп қапты. Оларды көзге көріне бермей. Клубникалар енді. Бір сәт түспей жатыр реттеп алуға. Жүгерлер соғып байлап бастапты. Шашақтары көрінді. Соғып байлап бастап жатыр екен. Бір апта үйде болмаған кезде біздің арда қазымыз бар, итіміз бар. Оларға қарайтын. Ай, моншағым. Моншақ деген красавица болса. Жарықтық бір апта. Азбағыңы дейді. Балапандар. Олары әжептәуір өсіп қалған кәдімгідей. Қазақта айтады ғой. Үй алма дейді. Көрші ал дейді. Көршіме рахмет, Алла разы болсын. Мен жоқ кезде қаздарыма, итіме кеп су құйып беріп, солай жәрдем берді. Алла разы болсын. Мынау қызылшаларда мынандай көрінбейтін сияқты. Бір апта алғанда енді 5 күн жоқ болды ғой. Сол 5 күннің ішінде әжептәуір өсіп қапты. Біз кеткелі суармақ, бүгін бәрін суарып жатырмыз. Міне Аллахтың қалауымен жаңа тұлпар. Осы тұлпарға қол жеткізу үшін Шымкент қаласында 5 күн жүрдік. Аллахтың қалауымен міне Аллаға шүкір алдық. 2021 жылғы 23 мың пробег. 2021 жылы 23 мың пробегпен алдық. Түнде келдік. Келдік дағана. Түнделетіп қазымызға, итімізге су тамақтарын беріп, сонымен ана тоникке су болып қойдық та жатып әйеліміз екеуміз қатып ұйықтап қаппыз. Азында тұрсақ жеті болған екен. Тұра қалып осы арды ретсестіп жатырық. Құттықтап қойсаңыздар болады енді. Әр қазаққа берсін енді осындай темір әдемі тұлпарлар. Мынау сатылады. Мынау да сатылады. Мынау автомат механика. Мынау 2007, 2016. Екеуінде де газ бар, 4-ші поколение. Объемдары 1.6 екеуінде. Мұнаныкі жаңадан салынды, салынған күйінде тұр. Мынау енді 1 жылдан асты салынғанда газдың. Сослай. Арзан бағада 3 миллион 300-ге деп отырық. Мынаны 2 миллион деп отырық. Алатын адам болса, менің телефон нөмірім бар. Сол жерден хабарласыңыздар. Және сосын кейін айта кететін жайт. Без первоначальныйсыз
кредитке 7 жылға дейін 15 миллионға дейін екен сомасы. Темір тұлпар алам дейтін болсаңыздар, комментарийға қалдырыңыздар, нөмірін берем. Шымкент қаласынан аласыздар. Темір тұлпарды өздеріңіз іздеп табасыздар. Көңіліңізге ұнаған автокөлікті жаңағы қыздарға апарасыздар. Олар полный тексереді. Мен мынаған дейін қаншама машинаны көрдім. Ана банковский системамен тексерген кезде, ана машиналардың бұрынғы историялар шыққан кезде кәдімгідей шок боласың. 21 жылғы бір туксонды көрдік. Оның дегенінде алды вообще кіріп кеткен екен. Қазір енді салонда тұр. Салонға қойыпты. Оның ана историясын көргеннен кейін қой керек емес дедік. Тағы бір RAV4'ді көрдік 2015 жылға. Ол RAV4 утепленный, утопленный дейм, утопленный суға. В общем, суда қалған машина. Сондай болып шықты. Тағы қайсы? Тағы біреуісінің неден 2015 болу керек. Mitsubishi Outlander ма? О да двойнигі бар екен Россияда. Ана кісілер өздері 2015-те барып Россиядан салоннан алып келдік дейді. Өзіміз барып алып келдік дейді салоннан. Бірақ наяқтан қазір не дамып кеткен заман ғой. Тексеріп қарасақ, оның двойнигі Россияда жүр екен. Содан хозяиндардың өзі шок болды, ананы көрген, естіген кезде. Сөйтіп одан кейін уже айналып келіп, мына Греттаға тоқтадық. Бұл да Аллаға шүкір жаман машина емес. Объемы 2 куб. Өте өз-өзін жақсы ұстап сөйтіп келді. 460 километр ғой бізден. Главный кредитный историяңыз таза болса, кредитке автокөлік шығарып береді екен. Бірақ өздерінің беспревоначальныйға болатын болсаңыздар, өздерінің услугалары бар. Сол услугасын бересіздер. Енді мынандай тұлпар алып жатқан кезде олардың айтқан услугасы түкке де тұрмайды. Ризашылықпен беріп кеттім мен өзім. Рахметімді айтып. Сол осылай. Пияздар. Өздеріңіз білетін. Яна көл әдемі ғой. Bir tüyür kapısı. Ne жерде bir tüyür kapısı var. Бұл kapısı kötü баспайламайм ма бірден бе? Жерге түсіп кеткен ба? Осылай. Аллаға шүкір. Әр қазаққа берсін. Ассаламу алейкум.